Ою-өрнек оюдың адамға бірнеше пайдалы жақтары бар, әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін. Біріншіден, шығармашылықты дамытады. Ою арқылы бала ой қорытып, өз идеясын бейнелеуге үйренеді. Екіншіден, ұқыптылыққа баулиды. Қағазды дұрыс бүктеу, симметрияны сақтау, қию кезінде дәлдікке үйретеді. Үшіншіден, сабыр мен төзімділікке тәрбиелейді. Төртіншіден, қазақтың ұлттық өнерін тануға көмектеседі. Ою-өрнек арқылы ұлттық мәдениетке деген қызығушылық артады. Бесінші, қол моторикасын дамытады. Қию, жабыстыру, сызу арқылы саусақ бұлшықеттері дамиды. Алтыншы, эстетикалық талғам қалыптасады. Әдемілікті көруге, жасауға деген қабілетін арттырады. Ұлттық мұраға айналған батырдың оюы. Бауыржан Момышұлы кек батыр, әскери қолбасшы ғана емес, керем ойлы, өнерді ерекше құрметтеген тұлға. Оның қолымен салынған ою-өрнектер батырдың рухани дүниесі мен ұлттық мұраға деген зор сүйіспеншілігінің көрінісі. Қазақтың дәстүрлі оюларын жаңаша сипаттап, қағаз бетіне түсірген еңбектері бүгінде ұлт өнерінің құндылығы ретінде бағаланады. Бұл тек бейнелеу емес, ел мәдениетін сақтап қалуға ұмтылған ұлы ниет. Ою-өрнек естелігі деп аталатын осы құнды альбом қазір Тараз қаласындағы музейде сақтаулы. Батырдың жүрегінен шыққан өнер ұрпаққа үлгі, рухани қазына.